Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге қызылшадан жасалатын, құрамы 2 ақ заттан тұратын салаттың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге қызылша, алма, майонез және де тұз қажет болады. Алдымен барлық заттарды теркадан өткізіп аламыз. Алманы өткізіп алдық, енді қызылшаны да теркадан өткізіп аламыз. Барлығы дайын болғаннан соң бір ыдысқа жинақтаймыз. Ыдысымызға қызылшаны, алманы және дәміне қарай шым-шым тұз және майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы салатымызға анар қоссаңыздар да болады, өз еріктеріңіз бойынша өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, ал ас болсын. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін.